Баршаларыңызға ассалаумалейкум, сіздермен бірге Жансая каналыма қош келдіңіздер. Қазақы ғұрып қоржыны бұрын естімеген әдеттермен толығып жатыр. Соның бірі гендер парти. Яғни аяғы ауыр келіншек немесе отбасының жақын достары құрсақтағы шарананың жынысын болашақ әкесіне сүйіншілеп тосын сый жасауы. Осы гендер парти жасау дұрыс па әлде бұрыс па? КМДБ-ның ресми сайты азан кезетте мақала жарияланыпты. Бүгін сіздермен соны өзімнің каналымда бөлісуді жөн көріп отырмын. Егер қызық болса, менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Және де каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Алдымен гендер парти дегеніміз не, соған тоқтала кетейін. Ультра дыбыстық зерттеу нәтижесін, яғни баланың жынысы туралы мәліметті қолына алған әйел оны түрлі әдіспен білдіре алады. Жағымды жаңалық, шардың түсі, тәтті торттың түсі немесе қорапқа жасырылған басқа да атрибут арқылы жеткізілуі мүмкін. Осыны гендер парти дейді. Нарықта бұл кешті арнайы ұйымдастырып беретін қызмет түрлері де бар. Құран кәрімнің Рағд сүресінің 8-ші аятында Алла әрбір ұрғашы жыныстың не көтергенін, құрсақтардың нені кемітіп, нені арттыратынын, нені түсіріп, яғни түсік тастап, немесе ай күні толмай босанатынын, нені мерзімнен асырып жіберетінін толық біледі. Оның құзырында барлық нәрсе өлшеулі делінген. Бүгінде құрсақтағы баланың жынысын ультра дыбыстық зерттеу арқылы анықтауға мүмкіндігіміз бар шығар. Бірақ алдағы уақытта оның дүниеге қалай келетінін, сосын қалай өмір сүретінін Алла тағаладан басқа ешкім білмейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам айып, құпия заттың кілті бесеу. Оны Алладан басқа ешкім білмейді. Ертең не болатынын, әйелдің кімді босанатынын, жауын қашан жауатынын, кісі қай жерде өлетінін, қиямет қашан болатынын Алладан басқа ешкім білмейді деген. Бұл Бұхари хадис. Сондықтан алдын ала қуанып, тумаған балаға той жасау әбестік болып есептелінеді. Екіншіден, шариғатымызда айтылмаған, дінімізде бұйырылмаған істі істеу арқылы бидғатқа, яғни күнәға жол ашылады. Үшіншіден, босқа мал шашып, пайдасыз жиын өткізсе, ысырап жасаған болады. Төртіншіден, дінсіз қоғамның әдетін ұстанып, оларға еліктеу адамды адасушылыққа алып барады. Бесіншіден, қазақтың ғұрып әдетінде аяғы ауыр келіншек барынша көз тілден сақтанған және өзінің жағдайын жария етуді ұят санаған. Себебі құрсақ көтере алмай жүрген әйелдерге ауыр тимесін деген ой болған. Мінеки гендер партиға қатысты муфтияттың ойы, шешімі осындай екен. Егер де сізге ақпарат ұнаған болса, лайк басып комментарийға өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Менімен соңына дейін болғаныңыз үшін көптен көп рахмет. Осы ақпаратты әлеуметтік желілерде таратуға рұқсат. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.